Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мамандыққа кіріспе пәні бойынша отандық автокөлік саласын қалыптастырудағы негізгі кезеңдер атты 10-шы дәрісімізді бастаймыз. Елімізде жарты жылда 8 мыңнан астам автокөлік шығарылады. Қаңтар-маусым айының қорытындысы бойынша отандық автокөліктердің саудасы 57,5%-ға өсті. Алғашқы жарты жылдық қорытындысы бойынша автоөнеркәсіп Қазақстан автокөлік саласы кәсіпорындарының одағы осындай мәліметті келтіріп отыр. Есептік кезең қорытындысы бойынша Қазақстан аумағында жалпы 64,5 миллиард теңгеге 8768 автокөлік құралы. Оның ішінде жүк көлігі және автобус техникасын қоса алғанда осындай көрсеткішті көрсетіп отыр. Өндірілген көлік көлемі былтырғы жылғы көрсеткіштен 3,6 есе асып кетті. Жеңіл көлік өндірісі 5,3 есеге өсіп, 7779 бірлікті құрап отыр. 2019 жылдың қаңтар-маусым айының қорытындысы бойынша шығарылған автобус техникасы бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 4,4 есе артық болған. Жүк көлігін шығару 32,1%-ға қысқарған. 2019 жылдың маусым айының нәтижесі бойынша 1818 автокөлік. Бұл 2018 жылдың осындай кезеңіне қарағанда 2,5 есе өскендігін көрсетіп отыр. Яғни осында 1818 көлік шығып отыр. Жыл басынан бастап отандық автозауыттардың шығарған көлігін өткізуі 7748 бірлікті құраған. Бұл былтырғы жылғы көрсеткіштен 57,5%-ға артық. Қазавтоөнеркәсіп кәсіпорындарының нарықтық үлесі былтырғы жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 37%-ға өскен. Маусым айында бұл көрсеткіш өзінің тарихи деңгейін жаңартып 46,9%-ға көтерілді. Есептік кезеңнің қорытындысы бойынша 831 көлік Қытайға, Ресейге, Беларусь еліне және Тәжікстанға экспортталған. Лада бренді экспорттық жеткізілім арасында басты орынға шықты. Сондай-ақ қазақстандық автоэкспортта Hyundai 69 жүк коммерциялық техника және Jack 66 көлік маркалары алдыңғы қатардан көрініп отыр. Осы жылдың қаңтар-маусым аралығында жеңілдетілген автонесие мемлекеттік бағдарламасы бойынша 663 автокөлік сатылып, ол үлкен мемлекеттік табысқа ие болып отыр. Олардың 8,6%-ы жергілікті зауыттан шыққан жеңіл көлікке тиесілі. Автокөліктерді жергілікті құрастырудан Азия Авто акционерлік қоғамы қара үзіп қалған. Ол сатылған автокөліктердің 5368-і немесе отандық техниканы өткізудің 69%-ын құрайды. Сарыарқа өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1570 көлік өткізген. Одан кейін орында КАМАЗ инжиниринг акционерлік қоғамы, олардың 222 көлік, яғни 3%. СЕМАЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 206 көлік, 3%. Агромаш холдинг акционерлік қоғамы 200 көлік, 3%. Және Hyundai Трансавто жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 182 көлік, яғни 2%-ды көрсетіп тұр. Қазақстанды құрастыру бойынша сұранысқа ие жеңіл көлік бестігінде Лада 3849 көлік, Kia 962 көлік, Hyundai 687 көлік, Chevrolet 496 көлік және Jack 347 көлікті сұранысқа ие болып отыр. Аталған кезеңде автокөлік саласы кәсіпорындарының салық төлемдері 17,6 миллиард теңгені құрады. Қазавтоөндіріс басқарма төрағасы Олег Альферов Қазақстанның кәсіпорындары 6-шы ай қатарынан автокөлік шығаруды арттырып келеді. Ал сатылымның 3,90 бойы өсіп келе жатқаны байқалғанын
атап кетіп отыр. Яғни жергілікті жерде шығарылатын автокөліктерге деген сұраныс бұрын соңды болмаған жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Жарты жылдың қорытындысы бойынша Қазавтоөндіріс кәсіпорындарының нарықтық үлесі 37%-ға дейін өсті. Маусым айында дилерлік сатылымдардың жартысына жуығы, яғни 46,9% Қазақстанда құрастырылған автокөліктерге тиді. 2 жылдық құрастырылудан осы нарықтық өсімінің негізгі қозғаушы күшінің бірі дәл осы жергілікті өндіріс болып тұр. Сондықтан да осы жылдың бірінші жартысында қол жеткізілген тағы бір жетістік отандық автозауыттардың өнімін өткізу шекарасын кеңейту болып табылып отыр. Яғни ол айтарлықтай үлкен жаңалығымыз. Яғни ол экспортқа шығару деген мағынаны білдіреді. Аталған кезеңде автокөлік саласы кәсіпорындарының салық төлемдері 17,16 миллиард теңгені құрап, Қазавтоөндіріс басқарма төрағасы осы Альферов Қазақстан кәсіпорындарының 6-шы ай қатарынан автокөлік шығаруды арттырып келгенін айтып, осы статистикалық берілген көрсеткіштер бойынша жергілікті жерде шығарылған автокөліктерге деген сұраныс өте жоғары болып отырғанын айтып отыр. Маусым айында дилерлік сатылымдардың жартысына жуығы 46,9% Қазақстанда құрастырылған автокөліктерге тиді. 2 жылдық құлдыраудан кейін нарықтық өсімнің негізгі қозғаушы күшінің бірі дәл осы жергілікті өндіріс болып отыр. Жылдың бірінші жартысында қол жеткізілген тағы бір жетістік отандық автозауыттардың өнімін өткізу болып табылады. Яғни осы маусым айында іске қосылған ескі автокөлікті кәдеге жарату бағдарламасы екінші жартыжылдықта сала дамуына қосымша қолдау көрсетіліп отыр. Ескірген техникасы барлар жергілікті өндірістің автокөліктерін жақсы жеңілдікпен алу мүмкіндігіне ие. Сондықтан да бұл неге итермелеп отыр? Яғни қандай жағдайға бағдар беріп отыр? Мынау біздің ескі автокөліктеріміздегі бөлінген көмірқышқыл газдары ауаны ластап, тек қана ауа емес, бұл жерде адам ағзасына да зияны өте көп екенін дәлелдеп, сол бойынша ескі автокөліктерді жергілікті өндірістердің автокөліктердің жаңағы өткізіп, жергілікті өндірістерге оны ауыстырып, жаңа автокөлік иесі болуына мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да осы жылдардағы өндірістің құлдырауы нәтижесінде шаруашылықтың дамуы жөнінен бұрынғы дәрежесінен айырылып, дүние жүзінің дамушы елдер қатарына қосылуымыз керек. Сондықтан да Қазақстандағы экономикалық қуаты жөнінен Грекия, Норвегия, Венгрия, Сирия, Марокко сияқты елдермен салыстыруға болады. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді өндіру көлемінен Қазақстан, Польша, Аргентина, Таиланд және Колумбия елдері дәрежесінде болып отыр. Қазіргі кезде Қазақстан экономикасының шикізаттық бағыты басым болғанымен шетелдік тұтыну заттарына тәуелді болып отыр. Соған қарамастан Қазақстан кең байлықтарының кейбір түрлерінен өндіру көлемі және ауыл шаруашылығының кейбір өнімдерін өндіруден ТМД елдері сонымен қатар дүние жүзінде елеулі орын алып, бұл жөнінен Қазақстан жоғарыда салыстырған дамушы елдерге қарағанда ерекшеленіп тұр. Қазақстан экономикасында қара және түсті металлургия, көмір, мұнай және газ, химия өнеркәсіптері, дәнді дақылдар өндіру және етті жүнді бағыттағы қой шаруашылығы жетекші орын алады. Бұл Қазақстан Республикасының индустриалды аграрлық ел екенін айқындап отыр. Экономикасының даму бағытына байланысты Қазақстан экспортқа мұнай, көмір, қара және түсті металдар, минералды тыңайтқыштар, кейбір ауыр машина түрлерін, ауыл шаруашылығында тері, жүн сияқты шикізаттар, ет және астық өнімдерін шығарады.
Қазақстан өзінің экономикалық қуаты, ішкі өнім өндіру көлемін дүние жүзінде 53-ші, ТМД-да Ресей және Украинадан кейін 3-ші, ал адамзаттың даму көрсеткіші осынан 73-ші орында отыр. Алдағы мерзімде Қазақстан Республикасы әлемнің экономикасы дамыған 50 елдің құрамына ену саясаты жүргізілуде. Бұған қарағанда Қазақстан экономикасын даму болашағын алда екендігін байқауымызға болады. Экономикалық қиындықтардан шығудың жолы табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану, шетелдік инвестицияны базалық салаларға бағыттаудың тиімділігіне жету, тоқтап тұрған кәсіпорындарды іске қосу, халықаралық стандарттарға сай сапалы өнімдер шығару, халықты отандық өнімдермен сенімді қамтамасыз ету, яғни сапалы өнімдердің сапасын шығару. Тарихта шетелдерге сатылған көліктердің негізгі бөлігінің 84% осы Қытайға жеткізілген. Яғни бізде өзіміздің отандық көліктерімізді алыс және жақын Азия елдерінде экспортқа шығаруымызға үлкен мүмкіндіктер туып отыр. Сондықтан да осы 2 жылдық құлдыраудан кейінгі нарықтық өсімнің негізгі қозғаушы күшінің бірі осы жергілікті өндіріс болып отыр. Жергілікті өзіміздің отандық өнімдерімізді өндіру болып отыр. Сонымен қатар сала тарихында алғаш рет сатылған әр 10-шы автокөлік экспортқа жіберіліп, осы шетелге сатылған көліктердің негізгі бөлігі Азия авто зауыты болып саналады. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.